Сәлем достар, каналыма қош келдіңіздер. Сіздермен бірге толқын. Достар, бүгін біз осындай меренговый рулет дайындайтын боламыз. Өте ерекше, дәмі ауызда ерейтіндей, кереметтей болып шығатын және ең оңай, тез дайындалатын рулеттердің бірі. Үйіңізге қонақ келе қалса, осы рулетті жасап ұялмай мерекелік дастарханыңызға қоюға кеңес етемін. Ал енді бірге дайындайық. Құрғақ ыдысымызға жылы комнатный температурада тұрған белогымызды салып, миксердің орташа жылдамдығында ұрып бастаймыз. Осы кезде беті көпіріп, ағарып бастаған кезде қантымызды толықтай салып жіберіп, тағы да 1 минуттай жай орташа скоростьта миксерлеп, сосын ең жоғарғы скоростьқа көтеріп, әбден беті көпіріп, өз-өзін толық ұстайтын меренга болғанша әбден ұрып дайындап аламыз. Қыздар, енді дайын болған меренгамыздың үстіне сахарный пудрамыз бен кукурузный крахмалымызды, міндетті түрде кукурузный болу керек, картофельный бармайды. Екеуін жақсылап ситадан өткізіп салып аламыз да, астыдан үстіге қарай лопатканың көмегімен жаймендеп араластырып аламыз. Комочка қалмау керек, бірақ көп араластырып алмаңыздар, меренгаларыңыз сұйылып кетеді. Енді дайындап алған массамызды осындай майлы пергамент қағазының үстіне салып, қыздар, міндетті түрде силиконовый коврик болмаса, осы майлы пергамент болғаны дұрыс, себебі жабыспай жақсы болып шығады. Салып аламыз да, түп-түрпішті етіп, біркелкетіп жайып шығамыз үстіне. Мінекей қыздар, жайып орналастырып алғаннан кейін үстіне осындай лопатканың көмегімен узор салып шықтым. Бұл пісіп шыққан кезде өте әдемі болып көрінеді. Енді осы дайын болған массамызды 170 градусқа 30 минутқа конвекция салып пісіріп алдым. Өте күшті болып пісіп шықты. Пісіп шыққаннан кейін толықтай суытамыз. Мен мына жерде сливки мен сахарный пудраны ұрдым және осыны түп-түзу етіп жағып аламыз. Қыздар, енді осы рулетіміздің ішіне мен майдалап туралған свежий құлпынайды салдым. Сіздерде құлпынай болмаған жағдайда қою джем жақсаңыздар болады, бір слой, болмаса конфи жасап, клубничный конфи жағып шықсаңыздар да өте дәмді шығады. Қыздар, енді ақырында пергаменттің көмегімен рулетімізді орап, нығыздап, жақсылап тұрып орап аламыз.
Дайын болған рулетімізді 2 сағатқа 3 сағатқа холодильникке қойып алсаңыздар, өте керемет дәмді болып шығады. Үстін әртүрлі жеміс жидектермен әрлеуге болады. Құлпынай болсын, киви болсын, шоколад болсын, қалауларыңызға қарай әрлесеңіздер өте әдемі болып шығады. Қыздар, мінекей біздің рулетіміз дайын болып шықты, өте нәзік, керемет болып шығады. Осы рецептпен міндетті түрде дайындап көріңіздер және лайк басып комментарий жазуды ұмытпаңыздар.